Қайырлы күн, кешкі асқа не дайындаймын деп бас қатыратын болсаңыз, осы чучвараны дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ұнымызға жұмыртқа, тұз және де жылы су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қайта алып, тағы бір басып қоямыз. Начинкасына кірісеміз. Тартылған етке блендерден өткізілген пиязымызды, тұзын, бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Содан соң қамырымызды жайып, осындай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Тұшпараларымызды тиюді бастаймыз. Осылайша қамырдың ішіне еттерін салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Енді сорпасына кірісеміз. Қазанымызға май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Содан соң пияз салып, оны қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болған соң 2 дана қызанағымызды 4 бұрышты етіп турап, оны да 5 минуттай қуырып аламыз. Бұл жерде видеоға түспей қалған екен, және де үстінен қайнаған ыстық суымызды құямыз. Тұзын салып, тағы 5 минуттай қайнатып аламыз. Содан соң жаңағы дайындаған тұшпараларымызды салып 15 минуттай қайнатамыз. Он 15 минут өтті. Содан соң үстіне кез келген шөп түрін қоссаңыздар болады. Мен укроп қостым, өте ерекше дәм береді. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Тұшпара дайындайтын болсаңыздар, дәл осылай жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де осы рецептпен дайындаған болсаңыздар, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.